Салем достар, бүгін біздер тойымды, дәмді болып шығатын бауырдан котлет дайындап үйренеміз. Ең әуелі біздер бауырымызды ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Біз басқа ингредиенттерімізді осы бауырымыздың көлеміне қарай саламыз. Мен осы бауырыма 3 дана картоп, 1 морковь және 1 жуа және кептірілген чеснок қолдандым. Сіздер кәдімгі свежий чеснокты алып қолдануларыңызға болады. Бауырымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып, үстіне ұнтақталған картопымызды салып жақсылап араластырамыз. Негізі бауырымызды ет тартқыштан тартып жатқанда басқа ингредиенттерімізді қосып тартып жіберген дұрыс болады. Сол кезде барлығы бірдей однородный масса болып шығады. Сәбізімізді ұсақ үккіштен өткізіп, бауырымызбен бірге араластырамыз. Жуамызды үккіштен өткізіп, болмаса ұсақтап турап, оны да жаңағы қоспамыздың үстіне саламыз. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды және чесногымызды саламыз. Сүтімізді құямыз. Массамызды жақсылап араластырамыз. Қатты қою я сұйық болып кетпейтіндей қылып, шетінен 1 кесе ұнымызды шамалап салып тұрып араластырамыз. Қызып тұрған майымызға осылай қылып котлеттерімізді шамалап салып пісіріп аламыз. Котлетімізді алдырып, екінші жағын пісіреміз. Қатты қызартудың қажет жоқ, себебі котлетіміз күйген құсап қап-қара болып кетеді. Шамалы ғана қызарса ала беруіңізге болады. Бауыр тез піседі. Дайын болған котлеттерімізді қағаз майлыққа ыдысқа түсіріп аламыз. Бұл котлеттер өте дәмді және тойымды болып келеді. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.